Быйыл облыстың экономикалық өсімін кемінде 105% деңгейінде қалыптастыру күтілуде. Аймақ экономикасына 2 триллион теңгеге жуық инвестиция тарту, өнеркәсіп саласында 3 триллион теңгенің өнімін өндіру жоспарланып отыр. Бұл ретте жаңа салық кодексінің бизнеске әсері қандай болмақ? Бұл туралы Сенаттың қаржы және бюджет комитеті мүдделі орган өкілдерімен кездесуде талқылады. Мамандар салық кодексі елдің экономикалық саясатының негізгі тетіктерінің бірі екенін атап өтті. Саладағы реформа салық жүйесін барынша қарапайым, ашық әрі әділ етуге бағытталған дейді ұлттық экономика бірінші вице-министрі. В целом, ел азаматтарының тарапынан 250-ден астам ұсыныс тілек түсті. Оны 4-ке бөліп қарауға болады. Жаңа салық кодексін түсіндіру, жүйедегі әкімшілік жүктемеге қатысты, сондай-ақ нормативтік құқықтық база мен кодекстің кейбір тұстарын өзгерту бойынша сұрақтар келіп түсуде. Әрине бұл ұсыныстар комитеттің жіті назарына алынады. Жалпы жаңа салық жүйесі жүктемені көбейтуді емес, оны әділ бөлуді және әкімшілік кедергілерді жоюды көздейді. Сапар аясында сенаторлар өңірдегі ірі өндіріс ошақтарының жұмысымен танысты. Депутаттар барған Ақтөбе рельс арқалық зауыты жылына 430 мың тоннаға дейін темір жол рельстері мен пішінді илек өнімдерін шығаруға қауқарлы. Бұл жоба 10 жылдан астам іске асырылып келе жатыр. Кезінде республика деңгейінен осыдан 500 миллион долларда қаржы бөлінді. Бізді қанты қуантатын жағдай. Бұл өзінің белгіленген өндіріс қуаттылығына шығып, 840 адам жұмыс атқарып келе жатыр. Жалпы өзіміздің бір жылда төлейтін 3 пен 7 миллиардтың теңге ортасында ол да болып отыр. Сол себептен осындай жобалар өз нәтижесі береді деп біз есептейміз. Жұмыс орын 1, салық базасы 2, ертең халықтың тұрмыс жағдайына жақсартуға оң әсерін тигізеді деп біз білеміз. Сондай-ақ парламент өкілдері Ақтөбе ферроқорытпа зауыты мен қыш тақтайшалар шығаратын Зерде керамика серіктестігінің ұжымымен кездесті. Гүлдана Байқызы, Руслан Елтаев, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.